Біздің сауал үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа жолданады. Құрметті Әлихан Асханұлы, Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет. Конституцияға сәйкес бізде ар-ождан бостандығы бар. Иман жүректе, ізгілік тілекте. Азамат қай дінді ұстанады, оның сенім нанымы қандай, әркімнің өз еркі. Бұған ата заңда кепілдік берілген. Бірақ солай екен деп, осы қоғамды алатайдай білдіруге, өз діни ұстанымын өзгеге таңуға, топ құрып, жік-жікке бөлуге жол беруге болмайды. Домбыра харам, сәлем салу харам, елдің бәрі хиджаб пен нихаб кию керек деген талаптар біздің конституциямызға қайшы келеді. 21 ғасыр жаһандану заманы, өркениет көшін бастап келе жатқан мемлекеттер қайда? Біз қайдамыз? Озық жұрт қазір жасанды интеллект, технологиялық жетістіктермен айналысып жатқанда біз елімізді орта ғасырдағы деңгейге сүйремекпіз бе? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ұлттық құрылтайдың 2-ші отырысында сөйлеген сөзінде біз ұрпақ тәрбиесіне аса мән беруіміз керек. Қазір жас ұрпақ әлеуметтік желі арқылы тәрбие алып жатыр. Баланы дұрыс бағытқа бұрып жол көрсетпесек, бұл өте қауіпті үрдіс. Ғаламтор арқылы жат діни ағымдардың құрығына түскен жастар да бар деп атап көрсеткен болатын. Ұлттық құндылықтар қазіргідей жаһандану заманында жастарды түрлі гибрид субмәдениеттердің ықпалына түсіп кетуден сақтайтын бірден-бір иммунитет. Біздің ата салтымыз бар, халықтық қалпымыз бар, қанша дәуірден қалыптасқан ұлттық құндылықтарымыз бар. Солардың бәрін тәрк етеміз бе? Ата дінімізді ардақтаудың, салт дәстүрімізді сақтаудың орнына бүкіл қоғам болып өзге ағымдардың жетегінде кетеміз бе? Мәселе дабыл қағарлық деңгейге жетті. Елімізде дінге қызығушы жастардың орта жасарып келе жатыр. Қазір бейресми деректерге қарағанда солардың 75% ашық интернет ресурстарды пайдаланады. Соның салдарынан біздің азаматтарымыз ұлттық құндылықтарымызға, салт дәстүрімізге, дәстүрлі мәдениет пен өнерге қарсылық білдіру, мемлекеттік рәміздер мен кейбір мерекелерді құрметтемеу, заңмен белгіленген әскерде қызмет ету, орта білім алу сияқты ортақ міндеттерден, тіпті медициналық рәсімдердің кейбір түрлерінен бас тартуы сияқты зайырлы қоғам талаптарына сай келмейтін қарсылықтар анық байқалуда. Тіпті жастардың назарын жалпыға ортақ білімнен, парасатты пайымнан, заманауи құндылықтардан мына бұрмаланған таяз діни түсініктерге бұрып әкету әрекеттерде ашық жалғасып жатыр. Қазір қатпаған қор, ұйымдар, ағарту, білім беру, әлеуметтік қолдау көрсетуде, қаржылай гранттар беруде өз жанашырлық шаралармен айналысып, мына жұмсақ күштер теріс пиғылдарын жүзеге асырып, әлеуметтік, қайырымдылық деген шаралар арқылы өз жақтастарын көбейтіп жатыр. Олардың айналасындағы адамдарға орасан ықпалын неге ескермей отырмыз? Кейбір сарапшылар деструктивті діни идеологияның жетегінде кетудің бірден-бір факторы бұл білімнің таяздығы, жұмыссыздық белең алуын атап отыр. Осыларды еңсеруге бағытталған әлеуметтік бағдарламаларға қол жетімсіздігі де бар. Осындай сыртқы күштерден азаматтарды арашалап алуға көмектесетін мықты теологтар, имамдар өте аз. Бізде 9 медресе, 1 университет жұмыс жасайды. Мына Иордания, Египет, Түркия, Сауд Арабиясы және басқа елдерден өз бетімен білім алып келіп жатқан жастардың да идеологиялық бағыты мен дәстүрлі дінімізге сәйкестігі сұрақ туғызады. Осы салада құзырлы органдардың жүйелі, бірізді жұмыстарының болмауы да осыған себеп болып отыр. Қазір өткен мына президенттің бастамасымен діни бірлестіктер 21 жылда ашылды. Соған қарамастан қазір Абай, Жетісу, Шығыс Қазақстан облыстарында бұл басқармалар әлі күнге дейін ашылған жоқ. Тағы бір мысал бар. 2019 жылы Қазақстан Республикасының қолданыстағы діни қызмет, діни бірлестіктері туралы заңына парламентте қаралып бірқатар жақсы ұсыныстар берілді. Бірақ үкімет, осы заңның бастамашысы үкімет оны кері қайтарып алып отыр. Осымен бірге мына өзімізге келетін қауіпті байқасақ та, онымен күресте табандылық көрсете алмай отырмыз. Құрметті Әлихан Асханұлы, Қазақстан тәуелсіздік алған тұстан бастап ел әлемге толерантты, көп ұлтты конфессиялы, зайырлы ел ретінде танытты. Бірақ бұл жастарды түрлі деструктивті ағымдардың жетегіне салып беру деген сөз емес. Бүгінгі жастар Қазақстанның ертең келбеті. Осыған орай біз бірінші шетелдердің озық тәжірибесін зерделей отырып, қолданыстағы заңнаманы ұлттық дүниетанымды ескере отырып жетілдіруді, екінші ұлттық құндылықтарды мемлекеттік деңгейде насихаттауды, бақта, мектеп, отбасында, қоғамдық институттарда кеңінен таным түсінік жұмыстарын жүргізуді, сондай-ақ дін істері басқармаларын барлық өңірлерде бөлек басқарма ретінде ашып кадрлық әлеуетін арттыруды,
жастар менен мына діни зерттеу орталықтарын материалдық техникалық әлеуетін арттырып, қызметкерлердің жалақысын көтеруді ұсынамыз. Толық мәтін сізге жолданады. Депутаттық сауалға заңда белгіленген тәртіппен жазбаша жауап беруді сұраймыз. Құрметпен Нұртөре Жүсіп, Дархан Қыдырәлі, Руслан